Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге универсальный әрі өте идеальный қамырдан екі түрлі пирог жасап үйретемін. Бірінші пирог бізде курага қосылған болады, және екінші пирог творог қосылған болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен курага қосылған пирог әзірлейміз. Ол үшін біз курагамызды суға салып қайнатуымыз керек. Курага суға батып тұрса, сол жеткілікті болады. Кураганы отқа қойып, бір бұрқ етіп қайнағасын, үстіне қантын қосып, 10 минуттай қайнатамыз. Курага жұмсарып, суы тартылып, кішкене қоюланады. Мінекей осындай консистенция болу қажет. Енді осы кураганы біз блендерға салып, езіп алуымыз керек. Егер блендеріңіз болмаса, мясорубкадан өткізсеңіз де болады. Кураганы езіп, осындай бір келкі пастообразный консистенция болғанша жасаймыз. Осымен біздің бірінші бәлішімізге салмамыз дайын. Енді қамыр илейміз. Қамырға үй температурасындағы сары май мен қантты қосып миксерлеп аламыз. Кәдімгі қол миксерін қолдансаңыз да болады. Енді екі жұмыртқаны және қаймағымызды қосып, тағы да бір рет көпіршігенше араластырып аламыз да, електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнымыздың 50 грамдайын алып қаламыз. Және қопсытқышымызды қосамыз. Қамырымызды илейміз. Егер кухонный комбайныңыз болмаса, қолмен жасауға да болады. Қамырды жақсылап, әбден илеп болғасын көреміз. Қамыр кішкене әлі жұмсақтау. Тағы ұнымыздың кішкене 25 грамдай тағы қосып, тағы да бір рет илеп жібереміз. Біздің қамырымыз жұмсақ, әрі қолға жабыспайтын болу керек. Қамыр неғұрлым ұзақ иленсе, соғұрлым қолға жабыспайтын болады. Өте жұмсақ, идеальный қамыр болып шығады. Тағы да бір қолымызбен илеп алып, пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке тындырып қоямыз. Менде осы 25 грамдай ұн қалды. Бұл ұнды қамыр жайғанға қолданамыз. Демалған қамырымызды алып, екіге бөлеміз. Яғни екі пирогымызға. Сүзбе қосылған пирогымызға қамырымыздың жартысын алып қалып, қайта пакетке салып, холодильникке қоямыз. Енді екінші қамырымызды ұнның көмегімен тағы да кішкене илеп жібереміз. Жаңағы қалған 25 грамдай ұнымызды қолданамыз. Қамырымызды жұқалап жаямыз. Шамамен қамырымыздың қалыңдығы 2 мм-дай болуы қажет. Осылайша ұнның көмегімен жұқалап жайып шыға бересіздер. Қамырымызды жайып болғасын формамызға саламыз. Формамның диаметрі менде 24. Қамырымызды жайғастырып болғасын артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Ол жерлерін біз әсемдеуге қолданатын боламыз. Енді ортасына салмамызды саламыз. Салмамызды барлық жеріне жайғастырып шығамыз да, қамырымыздың шет-шетін қайырып шығамыз. Духовкаға салғасын, ішіндегі салмасы тағы да қайнап тасуы мүмкін, сондықтан міндетті түрде осылай қайырып саламыз. Және қалған қамырымызды алып, бетін әсемдейміз. Мен осындай гүл жасайтын формаларды қолдандым. Егер бұндай формаңыз болмаса, домалақтап салсаңыз да болады, не болмаса ұзыншалап кесіп, пирогыңыздың бетін сетка ретінде әсемдесеңіз де болады. Осылай гүлдерді қойып шықсаңыз, пирогыңыздың түрі әдемі болып шығады. Пирогтың бетін әсемдеу өзіңіздің фантазияңызға қарай. Енді жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Сосын әр гүлдің ортасына әсемдеуге жаңғақтың үгітіндісін қойып шығамыз. Менде фисташка жаңғағын үгітіндісі кез келген жаңғақты қолдансаңыз болады, не болмаса күнжіт қолдансаңыз болады. Енді бәлішімізді 180 градус пеште 30 минуттай пісіріп аламыз.
Енді екінші бәлішімізді дайындаймыз. Қамырымызды холодильниктен алып, бұл қамырды да жұқалап жайып шығамыз. Мен сүзбелі бәлішке 4 бұрышты форма қолдандым. Дәл солай ұнның көмегімен жұқалап шамамен 2 мм-дай қалыңдықта жайып шығамыз. Қамырдың июі жақсы қанған, жақсы иленген, жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Енді қамырымызды формамыздың үстіне жайғастырып шығамыз. Және де бұл бәліштің шетін қайырмаймыз. Осылайша оқтаумен шет-шетін кесіп аламыз. Қалған қамырын әсемдеуге жаратамыз. Осылайша бізде қамырдан ешқандай артық расход болмайды. Енді салмасын әзірлейміз. Салмасы классикалық сүзбе және жұмыртқа, қант араластырамыз. Блендермен не істеңіз де болады. Мен кәдімгі вилканың көмегімен майдалап есіп шықтым. Творог пен лимон жақсы үйлеседі. Кішкене лимонның сығындысын қосып жіберсеңіз болады. Жақсылап араластырып есіп шығамыз. Осымен біздің салмамыз дап-дайын. Салмамызды формаға салып, жайғастырып шығамыз. Қалауыңызбен арасына жемістер қосып жіберсеңіз болады. Вишня, малина өзіңіздің қалаған. Енді қалған қамырды жұқалап жайып шығамыз. Ол қамырмен біз бәлішіміздің бетін әсемдейміз. Сүзбелі бәліштің бетін мен осындай жолақтармен әсемдеп шықтым. Жұқалап жайып, осылай сетка жасап, және шет-шетін тағы да жабамыз. Шет-шетін жабу үшін қалыңдау қылып кесіп алу керек. Тағы да кішкене қамыр қалып бара жатса, одан осылайша гүл жасап жерсеңіз болады. Мен 4 бұрышына 4 гүл жасадым. Бәлішіміздің түрі әдемі болып шықты. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, бұл бәлішті 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Осымен бәліштеріміз дайын, өте дәмді, қамыры өте үгітілмелі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын. Және де менің Instagram каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.